Қайырлы таң, құрметті әріптестер. Доброе утро всем. Бүгін біздер мен Алматы қаласы Әуезов ауданы Жаңа ғасыр 175-ші гимназия музыка пәні мұғалімі, педагог зерттеуші. Менің элективті курс алған тақырыбым музыка сабағында жасанды интеллектіні пайдалану тиімділігі, яғни 5-ші сыныпқа арналған. Қазіргі кезде жасанды интеллекті үлкен сұранысқа ие болғандықтан осы тақырыпты алдым. Мақсаты жалпы тақырыптың музыка сабағында жаңашыл инновациялық технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың музыкалық ой-өрісін кеңейту, шығармашылық қабілеттерін дамыту, музыкалық сауаттылығын арттыру. Бәрі жасанды интеллектімен жасалған. Мен Бостандық ауданы Алматы қаласының өзгертіліп енгізілді тамаша ілгеріге самғап келе қашанда заман соны талап етер қараса. Енді осы бағдарламаның негізінде айтарым ең соңғысы айтарым жоба тақырыбы әрқашанда керек тақырып. Жоба тақырыбын білген адам оқушы болсын, мұғалім болсын, барлығы осы жобаны тақырыбын алға қойып осы мақсатқа сіздер арқасында өздеріңіздің жұмыстарыңызды, өздеріңіздің нәтижелеріңізді биіктен көрсете аласыздар деп ойлаймын мен. Жалпы қорытындыға келген кезде мен мынандай тілек білдіргім келеді. Жұмысқа уақыт табыңыздар. Бұл табыс шарты. Ойлануға уақыт табыңыздар. Бұл күштің қайнар көзі. Ойынға уақыт табыңыздар. Бұл жастықтың құпиясы. Оқуға уақыт табыңыздар. Бұл білімнің негізі. Достыққа уақыт табыңыздар. Бұл бақыттың шарты. Арманға уақыт табыңыздар. Бұл жұлдыздарға жол көрсетеді. Осындай тілекті айта келе сіздерге тілейтінім, әрқашанда биіктен көріне беріңіздер. Өздеріңіздің мақсатқа қойған, алдыға қойған армандарыңыз әрқашан жүзеге аса берсін. Рахмет назарларыңызға. Бәрекелді, рахмет. Тамаша аттылық бағдарлама. Керемет, Ләйлә Ақбайқызы, өте керемет сөздермен аяқтадыңыз. Жақсы, негізі ұнады бізге бағдарламаңыз. Жақсы, ізденімпаз, мықты, тамаша аттылық бағдарлама, супер деп айтсақ болады. Келесі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздердің назарларыңызға авторлық бағдарлама музыка пәні арқылы ұлттық аспаптарды дәріптеу тақырыбы. Мен Құрсабаева Бақыт Қыдырбайқызы, Наурызбай ауданы 188-ші мектеп гимназияның музыка пәні мұғалімі. Осы тақырыпты алып, осы тақырып бойынша жұмыстар жасап жатырмыз. Биылғы жылы осы авторлық бағдарламаны қорғау бағыты маған да бұйырыпты. Жалпы бағдарламаның мақсаты бұл ұлттық аспаптарды дәріптеу, өзі тақырыптың атында тұр. Білім алушыларды ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншілігін ояту, сонымен қатар музыкалық қабілеттерін дамытып, шығармашылықтарын тереңдету мақсатын алға қойдық. Енді бұған байланысты қандай міндеттер? Кешірім сұраймын, мен презентациямды ашпаппын. Бар. Мен ашам. Кешірім сұраймын. Бірінші күнге шыққан. Бағдарламаның міндеттерін экраннан көріп отырсыздар. Ұлттық аспаптардың тарихын білу ең бірінші. Қазақ болып туғаннан кейін сол өзінің халқының тарихын,
тілін, аспабын, оның өнерін білу керек деп ойлаймыз. Осы орайда біздің жалғыз ғана бұл аспаптарды дәріптеу ғана емес, музыка пәнінің міндеті жоғары тұр. Бастапқы сатылары жетілгенде үйрену жұмыстары жүргізіліп жатыр. Керемет авторлық бағдарламаңыз қазақтың нағыз ұлттық аспабын баланың бойына сіңіретін творчествоңыз табыс тілеймін сізге. Тек қана қазақ балаларын емес, жаңа айтып жатыр, шетелден келген жаңағы бүлдіршіндерді тәрбиелеп жатырмыз деп. Бұдан да кеңейе берсін, сәттілік тілеймін әрдайым сіздің авторлық бағдарламаңызға. Рахмет. Бәрекелді, тамаша Бағдат Қыдырбайқызы, алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Өте жақсы. Толыққанды, оның ішінде өзіңіздің аспабыңыз туралы, түр-түрі туралы айтып кеттіңіз. Жаңа Айнагүл Сапарқызы айтқандай, шетел бүлдіршіндерінде осындай қолға алыватқаны, қазақтың музыкалық аспаптарын әрине көңілге қонымды. Рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ па? Жоқ. Рахмет. Осы орайда авторлық бағдарламаны бастап, осыны жазуыма көмек берген, осы орайда айтып кетейін деп едім. Жеңіскүл Шахзадақызы, сізге көп рахмет. Ләйла Ақыбайқызына зор алғысым шексіз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Нейрологоритмика бұл это новое, это новшество, и это нравится всем детям. Цель курса. При планировании программы используем технологии и для детей с особыми потребностями. Используя новые технологии, проводим уроки насыщенными и доступными, развиваем координацию движения, ритмических способностей через музыкальные ритмические упражнения. Это дети с особыми потребностями. Задача программы помогает в профилактике координации различных нарушений у детей, таких как гиперактивность, движения. Регулярные занятия способствуют снижению уровня тревожности и стресса, улучшению общего самочувствия и эмоционального состояния. Данный курс предназначен для учащихся вторых классов. В этом возрасте дети активно развивают свои моторные навыки, что делает занятия по нейрологоритмике особенно полезными. Нейрологоритмика объединяет музыку и движение, оказывает комплексное воздействие на ребенка, что способствует всестороннему развитию инклюзивного образования. Преимущества. Комплексное развитие, сочетание музыки, ритма и движения способствует всестороннему развитию ребенка. Укрепление здоровья, физическая активность и музыкальные ритмические упражнения помогают укрепить нервную систему. Деген сияқты технологияларды пайдаланып, оқушылармен сабақты қызықты өткізуге болады. Инновациялық тәсілдерді қолданудың педагогикалық негіздері, өздеріңіз қарап отырғандай тәсілдердің түрлері WordWall, Interactive, Grow технологиясы, Case Study, сандық платформалар, AR, VR технологиясы. Яғни музыкалық теория, оқушыларды ноталық жүйеге ең басында үйретеміз ғой. Соны үйрететін кезде осы интерактивті тақтада Music Theory Net платформасы арқылы, яғни ұзақтығын, өлшемдерін, нүктелерін, қадамдарын, олардың кілттерін, сызықшаларын оқушыларға үйретуге болады. Платформасы, яғни жаңағыдай суреттерді тірілту, суреттерді қозғалту деген сияқты. Бұрынғы заманғы біздің домбырашыларымыз бар, соларды қозғалтамыз, және де GoSpace платформасы білімді жеңілдетеді, тоже мультимедиалық платформа. Міне қараңыздар, көрініп тұр ма барлықтарыңызға суреттердің қозғалып жатқаны. Яғни Дина Нұрпейісованың Жамбыл Жабаев атамызбен домбыра ойнап отқан суретін Clint Eye платформасы арқылы міне тірілтуге, қозғалтуға болады. Одан кейін неке Құрманғазының ойнап отқан істеуі, және де Қорқыттың неке сурет арқылы осылай тірілтіп, бұларды әдіс тәсілдерге қосуға болады. Енді бұл не үшін дейсіз ғой? Бұл Clint Eye платформасын GoSpace платформасына біріктірсеңіздер, неке осындай мультик жасауға болады. Мультикте, яғни Айдос прошлыға кетіп қалды. Өткен шаққа кетіп қалады. Өткен шақта Қорқыт атаның ойнап отқан аспабын көреді. Ол жақта тоғызқұмалақ ойын, киіз үйдің ішінде атасы мен немерелері тоғызқұмалақ ойын ойнап отырады. Яғни жан-жағында жануар, айдала, Қорқыт атаның шығармасын сұрап, яғни осы шығармамен толықтай осы үйретуге болады қиял әлеміне. Келесі мысалға Арман Дина Нұрпейісованың ауылына келіп, Жамбыл Жабаев атамен күй тартып отырғанын көреді. Күйдің тарихын Дина Нұрпейісовадан сұрайды. Мінекей өздеріңіз көріп отқандай,
Дина Нұрпейісованың ауылына келді. Киіз үйдің ішінде отырған біздің әжеміз бұлбұл күйін ойнап отыр. Бұл күйдің тарихын сұрап алман біледі. Сонда мұғалім күйдің тарихын осылай қызықты айтса да болады. Яғни оң жағында алтыбақан ойыны ойнап тұрады. Бұл енді тек басы ғана. Келесі, мына кодқа қазір басып кірсеңіздер, телефондарыңыз болса, quizline.com деген біздің неміз тест, яғни осының бәрін өтіп, композиторның шығармашылығымен таныстырып болсаңыздар, осы Quizline уже тестқа кіріп, балаларға тест тапсырса болады. AirWare технологиясы, жаңа бір әріптесіміз сұрап отырға, бұл технология деген не деген? Бұл 3D визуалды әлем. Яғни, кубок арқылы, осындай оқушылардың телефон құрылғысымен кубок арқылы голограмма шығартып, осы голограмманың ішінде, яғни бәрі сөйлеп атады, домбырада ойнап атады деген сияқты ғой. Қазір сіздерге көрсетем келесі. Міне қараңыздар. Мынау кубок голограмма, мінекей біздің осы жаңағы ойнап отқан Қорқыт атамызды салсақ болады, Дина Нұрпейісованы салсақ болады. Мына жақта міне Тәттімбет сөйлеп өзінің өмірбаян айтады, Құрманғазы атамыз да өзінің өмірбаян айтады. Және міне мұғалім, мен задание беремін оларға. Осындай міне таныс болсаңыздар, келесі міне ссылкаға өтіп, міне жерде QR код тұр ғой, тест сұрақтарына жауап, яғни закрепление темы, да. Шығармаларын сәйкестендіру Interactime деген платформа арқылы жасауға болады. WordWall платформасы, бұл жерде тоже QR кодпен кірсеңіздер болады. Интеллект карта, яғни егер де сіздер неден шаршасаңыздар, обычный PowerPoint презентациядан, осындай интеллект картамен жасауға болады презентацияны. Яғни бұл жақта ссылкаларының бәрі тұрады, мына жақта өмірбаяндар тұрады. Және де осы ссылканы үй жұмысына берсеңіздер, бала өзі үйден үйреніп келеді. Және де осы ссылканы скопировать етіп, жаңағы квизлетке салып, тест жасасаңыздар болады. Яғни менің өздеріңіз білетіндей, сабақта жасанды интеллектті пайдалану арқылы, яғни тек қана менің жасанды интеллектті сөйлейдім, робот. Приветствую вас на уроке музыки. Урок 11. Память народа. Сегодня на уроке ты узнаешь, что такое культурное наследие, как связаны между собой казахский поэт Абай Кунанбаев, немецкий поэт Иоганн Гете, русский поэт Михаил Лермонтов и что такое пение акапелла. Бұл жерде жасанды интеллект қана сабақ өтеді. Бұл жерде мен болмаймын. Мен тек қана компьютерді қосып отырамын басқа кабинетте. Сондай тәжірибе жасап көрдім. Қарасаңыздар, Миркод платформасы арқылы кіріп, не балалар, яғни бұл платформаның ішінде барлық кез келген платформаны, тест бар, 3D әлем, VR әлем бәрі қамтылған бір платформаның ішінде. Ойындар бар, неше түрлі квест ойындар бар, видеолар бар, шығармалар бар. Тек осының бәрін загружать етіп, бір сабақ жасап қоясыздар. Балалар мінекей толықтай осы платформамен жұмыс жасайды, телефон құрылғысы. Немесе әрқайсысында телефон болмаса, балаларға бір топқа бөліп, 3 топқа бөліп, 3 телефон, 3 планшет беріп қойсаңыздар да болады. Мінекей time to club, яғни ойындар, сұрақтарға жауап беру арқылы сабақ өте қызықты болды, ұнады. Мінекей қарасаңыз, 3D әлемі, міне Моцарттың сабағы болды. Моцарттың бұл жерде Австрия Зальцбургқа барып, оның ескерткішімен танысады, оның музейімен танысады. Әрине біз балаларға апара алмаймыз. Міне жасанды интеллектпен Лермонтовты сөйлету. Сегодня на уроке хочу поделиться с вами историей стихотворения «Город и вершины». Все те переживания, которые я испытывал в непростой период своей жизни, нашли свое отражение в стихотворении. Помимо этого, к созданию стихотворения меня подтолкнули впечатление от прочитанного произведения немецкого поэта Готе под названием Жалпана мұғалімнің өзі сөйлеп оқып тұрғаннан гөрі, осылай міне тірі поэттің өзін сөйлетіп, балаға ол қызықтырақ болады. Баланың қызығушылығы артады сабақта.